Зеленый гречкадан безглютен нан дайындаймыз. Ең алдымен осылай бір түн жібітіп аламыз. Және де жақсылап ісінгеннен соң кішкене суын төгіп аламыз. Дәл осындай болып шығу қажет. Және ыдысымызға саламыз. Барлық суын төгіп тастауға болмайды, себебі біз блендерлеген кезде кішкене болсын суы қалу қажет. Келесі кезекте зеленый гречкамызды жақсылап блендерлейтін боламыз. Барлығы блендерленіп, бір келкі однородный масса шығу қажет. Дәл осындай однородный масса болу қажет. Барлығы түгелімен блендерленуі қажет. Келесі кезекте дәл видеодағыдай гималай тұзы жарты шай қасық саламыз. Және оливковый масло 1 шай қасық. Және 1 жұмыртқа. Және дәл видеодағыдай безглютен сода болу қажет. Жарты шай қасық қосамыз. 1,5 ас қасық зеленый гречканы қосып жақсылап араластыратын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін алдын ала 30 минут қыздырылған 180 градуста пеште L11 формасына салып пісіретін боламыз. Пісіру уақыты 45 минутты алады. Сізде L11 формасы болмайтын болса, оның орнына басқа форма қолдануға болады. Формаңыз үлкен болса, сәйкесінше 2-3 есеге ингредиенттерді көбейтіп пісіріп алсаңыз болады. Массаны салудан алдын дәл осындай пергамент қағазын төсеп, жан жағына май жағамыз. Оливковый немесе кокосовый масло қолдансаңыздар болады, және бетіне осындай кунжут немесе тыква сепсеңіздер болады. Нанымыз осындай болып шығады.